Мынау сапа жүйесін сертификаттау пәні бойынша қысқаша шолу жасайтын болсақ, мынау соңғы жылдары әлемнің барлық елдерінде өздерінің сапа жүйелерін ISO 9000 сериялы стандарттарға сәйкес сертификаттанған мекемелер саны қарқынды өсіп келеді. Енді бүгінгі күнде бұл стандарттар 80-нен астам елдерде қолданылады. Бұның себебі шетелдердің тәжірибесі көрсетіп отырғандай, сапа жүйесін сертификаттанған мекемелерде басқалармен салыстырған тиімділік деңгейі 2-3 есе жоғары болуында. Өйткені бұл жағдайда өнім сату бағасы 1,5-2 есе өседі. Сапа жүйесін сертификаттаудың маңызы негізі сапа жүйесінің қарқынды дамуының сыртқы тапсырышы берушінің талаптары, бәсекелестердің арттыруы және ішкі себептері бар. Маңызды сыртқы себептердің бірі көптеген шетелдік органдар мен сертификаттау жүйесін сапа жүйесін өнім сертификаттау процедурасын енгізу жүйесі өнімді сертификаттау процестерін енгізуі. Мысалға, Европалық одақта өнімді міндетті түрде сертификаттауға қатысты 11 директиваның жетуінде сапа жүйесін сертификаттау сапа белгісін берудің шарты ретінде көрсетілген. Сапа жүйесін бір кәсіпорындарға несие алу үшін сақтандыру жақтарына жеңілдіктер берілуі мүмкін. Сонымен қатар сапа жүйесі бар кәсіпорындардың халықаралық тендерде ұтып алу мүмкіндігі ұлғаяды. Егер өнім сапасының төмендігі туралы сотқа арыз түскен болса, онда сапа жүйесінің сертификаты кәсіпорынның кінәлі еместігін дәлел ретінде бағаланады. Көптеген елдердің үкіметтердің мемлекеттік тапсырыс жөнінде мәселе қарастырылғанда алғашқы орындарда сапа жүйелері бар кәсіпорындарға береді. Сапа жүйесін ынталы ішкі себептерге байланысты. Тұтынушылардың талабын толығымен орындау, өндіріс шығынын азайту, тұтынушылар мен бағалау органдары тарапынан тексеруді азайту, өндірістің мәдениетін жақсарту, сапаға деген жауапкершілікті арттыру. Қазіргі кезде ТМД елдерінің басқалары сияқты Қазақстан Республикасының сапа жүйесін сертификатталған мекемелер саны жағынан шетелдерден көп кейін қалып келеміз. Мысалы, Ұлыбританияда мұндай мекемелер саны шамамен 67 мың, ақш-та 37 мың болса, Ресейде бар болған 1,5 шамасында. Қазақстанда бұл жұмыс соңғы жылдары ғана қолға алынып отыр. Енді Қазақстан Республикасы үкімет тарапынан экономиканы дамытуға, отандық өнім бәсекесін қамтамасыз ету бағытында нақты шаралар қолдана бастады. 2001 жылы, мысалы, мамырда үкіметтің 590 қаулысы бойынша 2004-2005 жылдар арналған республикалық сапа бағдарламасы қабылданды. Бағдарламада кәсіпорындардың өнім сертификаттаудан сапа жүйесін сертификаттауға ауысуы көзделген. Енді Қазақстан Республикасы мемлекеттік сертификаттау жүйесінде көптеген кәсіпорындар сапа жүйесімен өндірістерге сертификат алады. Сапа жүйелері мен оның өндірістерді сертификаттау Қазақстан Республикасының сапа жүйелері мен өндіріске сертификаттау жүргізудің тәртібінде жалпы талаптар мен оларды жүргізу тәртібі Қазақстан Республикасының статьясы 315-1-98 стандартына белгіленген. Сапа жүйесін және өндіріс сертификаттаудың негізгі мақсаттары өнімді сапасын арттыру аясында мемлекеттік саясатты жүзеге асыру, өтініш берушінің белгіленген талаптарға сәйкес келетін өнімді шығаруға техникалық, ұйымдық мүмкіншіліктерді бағалау мен ресми куәландыру, сыртқа шығаратын экспортқа өнімнің міндетінен туындайтын өтініш берушінің сапа жүйесі мен өндірістерді сертификаттаудағы сұраныстарды қанағаттандыру, дүниежүзінің және Қазақстан нарықтарында өнімдердің
бәсекелестік қабілетті арттыру, оның ішінде өтісу нарықтарын игеру және кеңейту, сертификаттау кезінде өнімдердің қауіпсіздігін толығырақ және шындығын растау. Енді сапа жүйелері мен өндірістік сертификатталаудың Қазақстан Республикасының статьясы 3-2 мен белгіленген Қазақстан Республикасының мемлекеттік сертификаттау жүйесіне тіркелген меншікті нысандағы сапа жүйелері мен өндіріс сертификаттау жөніндегі органдар жүргізеді. Мысалы, сапа жүйелері мен өндірістерді сертификаттау жөніндегі жұмыстар бас сарапшы, аудитор басқаратын сертификаттау жөніндегі комиссия жүзеге асырады. Сапа жүйелерін сертификаттау мына қағидаларға негізделген: еріктілікке, құқықтылыққа өтуіне, бағалаудың әділдігіне, бағалау нәтижелерінің үнемділігіне. Сапа жүйесінің нормативтік құжаттарға сәйкес белгіленген нысандағы сәйкестік сертификаттарымен расталады. Енді Қазақстан Республикасы статья 3-11-дің талаптарына сәйкес олар Қазақстан Республикасының мемлекеттік сертификаттау жүйесінің мемлекеттік тізімінде тіркеуге жатады. Сапа жүйелі сертификаттау жөнінде талас мәселелер болған жағдайда өтініш беруші Қазақстан Республикасы 3-10 тармағына сәйкес шағым арыз беруге болады. Сапа жүйесін сертификаттау мына ретте жүргізіледі: сапа жүйесін алдын ала бағалау, сапа жүйесін мекемеге тексеру және бағалау, сертификатталған сапа жүйесін инспекциялық бағалау. Бұл бірінші ретте өтініш берушінің сапа жүйесін сертификаттауға дайындалған алдын ала бағалау үшін комиссия ұсынылған құжаттарды талдайды. Бұл рет екінші реттегі жұмыс өткізуші болатын туралы жазбаша қорытынды шығарумен аяқталады. Тексеру кезінде анықталған сәйкестіктер елеулі және елеусіз болып екіге бөлінеді. Елеулі сәйкессіздік дегеніміз сапа жүйесінің кейбір элементтерін немесе элемент бөлігінің болмауы, қолданбалы немесе толық бұзылуы, не сапа жүйесіне қойылған ауытқуды жою мәселесі кәсіпорындардың ұйымдарының құрылымын өзгертеді. Көптеген материалдық шығындарды ұзақ уақыт қажет етеді және ол өнімнің сапасын елеулі әсер етеді. Ал елеусіз сәйкессіздік дегеніміз кәсіпорынның ұйымдық құрылымымен көптеген материалдық шығындармен байланыс жоқ, тек белгіленген талаптарды орындауға байқалатын бірен-саран кемшіліктер не сапа жүйесін қойған нормативтік талаптар бойынша басқадай ауытқулар және оларға сапа жүйесін бағалау жөнінде комиссия жұмысының барысында не олардың анықталған кезінде баста бір айдың ішінде жойылады. Сапа жүйесін тексеру және бағалаудың нәтижелері мына түрлерде болуы мүмкін: сапа жүйесін толығымен стандарттауға сәйкес, сапа жүйесі негізінен стандартқа сәйкес, бірақ та жүйе элементтерінің елеусіз сәйкестіктері анықталған, сапа жүйесінің елеулі сәйкестіктері орын алған. Егер елеулі сәйкестіктер болмаса, немесе одан да аз елеусіз сәйкестіктер анықталса, сапа жүйесін стандарттарға сәйкес табылады. Бір елеулі сәйкестік болмаса, немесе оннан астам елеусіз сәйкестіктер анықталған болса, онда сапа жүйесі стандарттарға сәйкес емес деп табылады. Сапа жүйесін сертификаттауды ұсыну туралы шешімді тексеру бағалау нәтижелері бойынша жасалған актілер негізінде бас сарапшы қабылдайды. Егер органы сәйкестік сертификатының жобасын және сәйкестік белгісі қолдануға берілген лицензияның жобасын жасайды. Осы құжаттар мемлекеттік сертификаттау жүйесі белгіленген тәртіппен тіркеуден өтеді. Осымен қатар сертификаттау органы инспекциялық тексеру жүргізу жөнінде мекемемен келісім жасайды. Инспекциялық тексеру үшінші рет сәйкес сапа жүйесінің сәйкестік сертификаттау күшінің болу мерзімі ішінде жүргізіледі. Сертификаттаудың күшінде болу мерзімі ішінде сапа жүйесінің болу элементтері кем дегенде бір рет
тексерілуі керек. Сертификатталған сапа жүйелерін бақылау жүргізу жоспарларының жоспарсыз болуы мүмкін. Жоспарлы инспекциялық тексерудің кезеңділігін сертификаттау жөнінде орган анықтайды. Бірақ ол жылына бір реттен кем болмауы керек. Енді қысқаша осы пәнге тоқталатын болса, айтарым осы. Сапа жүйесін сертификациялаудың маңыздылығы туралы пәнге қысқаша қорытынды жүргіздім. Барлықтарыңызға, тыңдағандарыңызға рахмет.